ё-моё. Ема, жаман маяк. Так, тоқты неғып жаурап атмын? Так, неғып жаурап атмын? А? Үй суық па? Бірақ жаман суық сезіліп атты да, ё-моё. Так, мынау бәсе, ё-моё, бұл от өшіп қалған екен ғой. Так, далаға шығып көрейінші. Так, ема, достар, мынау дала мынадан суық қой. Күн бірақ шығып тұрды, бірақ жаман суық қой мынау дала дейтін. Ема, қақаған аяз бұл. Так, в общем, бақтырыңа сәлем. Так, достар, мен дейтін осыны ауылға, достар, осы жазда көшіп келген болатынмын. Ну, достар, мен дейтін жазда демалам, кішкене рыбалкаға барам деп кішкене көшіп келген ғой, достар, кішкене салқын екен деп ше. Ну, достар, салқын былай тұрсын, достар, мен дейтін қыс болған күннің өзінде де, достар, мен дейтін әлі қайта алмай жүрмін, достар. Вот сол үшін бүгін үйге кішкене от жағып, кішкене үйді жылытайын, достар. Қайтуды ойламай ақ қояйын, қазір қыста онша ұшақтар ұша бермейтін шығар. Так. Так, ё-моё, бір талыс соққы мен жаурап кеттім ғой. Үйге кіріп кішкене киімдер киіп алайық. Так. Так, ё-моё. Так, мен дейтін достар, ағаш қазып берейін кішкене. Ағаш қазып не қылып от жағу екен, дайындалу керек қой маған. От жақпаса қоймайды, мынау ұзақ қалмайды. Что за достар, мынау дейтін. Мен от жақпадым ғой үйге негіз. Неғып мұржадан түтін шығып тұр. Түтін не понимаю вообще. Болмаса бір шоқ па бір нәрсе кеткен шығар. Так, уже кеш батып бардым ба, ё-моё. А? Или мен ерте ояндым ба? Ойбай, кеш ояндым ба? Что за ё? Так, достар, мен дейтін жеті ағаш қазып қойдым. Я, достар, мен дейтін жеті ағаш қазып қойдым. Енді ол жетеді деген ойдамын енді. Так. Үйге кірейін, кішкене суық болып тұр, кішкене кеш салқын жаман. Суық тигізеді адамға. Сосын мен дейтін ағаш қазам деп кішкене шаршап қалдым, ё-моё. Так, холодильникте не бар? Ештеңе жоқ па? Так. Так, достар, мен дейтін от жағып қойдым. Енді киімдерімді шешейін. Дегенмен дала аяз. Так, мынау киімді лақтырып жүрейін аяққа қарай. Так, сіздермен әңгімелесейік енді, достар. Жалпы, достар, мен дейтін негізі осы жазда осы үйге көшіп келген болатынмын, достар. Иә, достар, мен дейтін жазда, в общем, балдармен көшеміз деп ойлағанбыз. Иә, в общем, балдар көшті, мен жаныма балдар келді, рыбалкаға бірге шықтық, бірге қаңғырдық, бірге не қылдық. Ну, балдар оқу бастала салыспен олар кетіп қалды, достар. Оқу басталып, в общем, августтың 20-сына қарай кетіп қалған болатын. Ал мен дейтін
осы жерде кішкене қалып қалдым. Себебі маған просто оқу қызық болмай қалды. В общем, вот сол себепті осы жақта қалып кеттім достар. Оқу келмейді, просто жүргім келеді, кайфовать еткім келеді дегенмен достар, мен дейтін қазір мына жақта қиналып отырмын. Енді кетуім керек мына жазда достар. Басқа жаққа құрып болмайды достар. Бұлай ауылда жүре берген. Күн суық, басқаларда көктем шығып жатса, мен дейтін жатырмын достар. Мына жақта әлі қиналып. Так енді кішкене жата тұрайын мына жақта. Әңгімемізді айтып болған шығармыз. Ой, ема. Так, кайф болып тұрмын, ема. Үй жып-жылы ғой, ема достар. Так, үй жылы ма? Айбай, ема, анау штаны дейтін жаман ыстық қой. Мына үй кішкене ысып қалыпты, әжіктері ысып қалыпты кішкене. Так. Ема, мен дейтін. Так, жедел, чё там, неғып жүрсің? Эй, Аят, чё там? Әңгіме айтпай. Әне оғанда жедел. Сен өткендегі жедел емессің ба? Иә, өткендегі жеделмін ғой мен дейтін. Өткенде кетіп қалғанша. Сол сен жедел, сол сен ба? Ема. Чё там енді? Не үшін келдің жедел енді? Просто жай әңгімелесіп, кішкене ортаға тартам деген ғой, в общем. Ортаға тартам. Просто маған орта керек емес еді да. Ну ладно енді. Просто мен бір-екі күннен кейін кетуім мүмкін да ана жақтан. Аят, сондай ма? Ну ладно енді. Бірақ сенің кругыңа тартылмағанмен, бірақ сенімен араласам жедел. Солай қалай жалпы? Негізі нормально ол негізі ше. Ортаға тартылмасаң да мен араласып тұруға болады негізі. Болды онда. Кеп тұрса онда жедел саған бағыттар беремін, в общем, саған не қыламын дегенде, в общем, уважениеммен қараймын дегенде, в общем. Енді қанша дегенде сендердің ауылдарыңа тұрдым дегенде ғой. Енді кетесің бе шетел енді? Кететін шығармын, енді мына жақта кішкене тұра тұрайын. Негізі ауылдан көшіп кете салған ба деп атым енді ше. Неғып? Просто болмай кетті мына жақта. Малым қырылып қалды үшін. Балам кішкене ауырып тұр дегенде ғой. Неғып көшіп кете салмадыз? Просто анау балам просто ауырып қалды ғой. Қалған соң енді көше алмай жатырмын. Неғып бала шағаңызбен көшіп кетесіз? Бала шағамен көшкенде ол бір балам жаман ауырады да, ол сыртқа шығарғанның өзінде ошым ауру асқынып кетеді ғой. Сондай ма? Жедел онда. Шыға беріңіз. Так, мен дейтін. Енді ауылдарыңызбен таныстырсаңызшы мені. Ауыл дейсің ба? Қазір просто жылына олайыншы, кейін таныстырам, қазір қол тимей жатыр. Аят. Болды, ладно, понятно енді. Бұнда өзім аралаймын онда. Кеттім. Так, ема достар. Жедел өзім проблемасын айтып кетті, ема. Баласы ауырады екен, в общем, көше алмайды екен. Болмайды екен дейді, в общем. Жазда просто андай достармен, просто рыбалкаға барып, көңіл көтерейін дегенмен просто аяқтың да жағдайы кішкене болмай тұр екен. Сол үшін аяқтан көшуім керек енді достар.
Әйтпесе болмайды. Так енді ал ендеше сау болыңыздар достар, видео ұнаса лайктарыңды басып кетіңіздер, арнаға тіркеліп кетіңіздер және жаңадан шыққан қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ал ендеше сау болыңыздар, келесі кездескенше достар.